Бұл күнделік қолыма 3 ай бұрын түскен болатын. Қалай, қандай жағдайда қолыма түсті, ол жағы маңызды емес деп ойлаймын. Бастысы осы күнделікке жазылған әңгімелерді дәлірек айтсам, оқиғаларды сол қалпында сіздердің назарларыңызға ұсыну. Кім білсін, бұл күнделікте жазылған боямасыз оқиғаның кейбір кейіпкерлері осыны оқитында болар. Менің міндетім әдеби мәдениеттің негізін сақтай отырып, кейіпкерлердің атын өзгерту, бірақ оқиға өткен қалалар мен орындарды атаусыз өзгеріссіз қалсын. Сонымен әлқисса бастаймыз. Бірінші оқиға. Бүгін досымның туған күні. Хат ажалдап қойғанын айтып таңертең телефон соққан болатын. Енді міне, бар жақсымды киіп, барымды арқалап, айтқан жеріне жеттім. Жол бойы бүгін ішпеймін деп байламға келіп, өз-өзімді қайраумен келдім. Алдында ішкеннің кесірі қатты батты. Беріп тұрған қызға қайратымды өткізе алмай қайтқанмын. Көп адам жиналған екен, көзіме оттай басылған шашын сары түске бояған ботагөз аққұба қыз болды. Бойы ортадан сәл төмен, ашаң жүзді қызға бірден құмарым ауды. Сазандай санын жалтыратып, көтін бұлтитып, емшегін жартылай жалаңаштап, қызыл көйлек киіпті. Дастархан басында өкінішке орай қарама-қарсы отырып қалыппыз. Оның үстіне ойнақы көзбен атып, іші бауырыма кіріп бара жатқандай сияқты. Ары-бері еңкейгенде, онсыз да алды кең көйлегінен 3 размерлі емшегі салбырап көрініп, мені мүлде есімнен тандырды. Қалайда жеке қалатынымызға бек сенімдедім. Міне арада біраз уақыт өткеннен кейін биге шықтық. Аздап ұрттап отырып, қыз масайып қалыпты. Аты Торғын екен. Бастапқы қол жүгірту фазасы сәтті аяқталды. Арасында жарық сөнген кезде болатын баяу ырғақты би кезінде қолдарым емшегінің формасын жақсылап зерттеп шықты. Қысқа етегін көтеріп, артын сипау қызға қатты ұнады. Ендігі кезекте оңаша жерге алып шығу болды. Оның сәті тек жарты сағаттан соң түсті. Таза ауаны сылтауратып, үйдің артындағы баққа алып келдім. Көктемнің соңғы күндерінің бірі, жылы кез еді. Үлкен бір ағаштың қалқасына барып, оңаша қалған соң қыз мүлде ашылды. Сүйісу, аймаласу процесі өте қатты құмарлықпен өтті. Қай қыздың болмасын, мойнынан сүйсең, асты суланып шыға келетін әдет емес пе? Ақтамағынан жеңіл өбіп өткенде, қыз ыңырси балқып, қолын менің ауыма жүгіртті. Қыз көйлектің иығы сыпырылдап, лифчик төмен түсірілді. Енді айқас топ-томпақ екі емшекпен менің қолдарымның арасында өтті. Қызда менің мүшемді уысы толғанша ұстап рахатқа батып барады. Бір қолыммен келте етектің астына салдым. Трусидің сыртынан жеңіл сипап, сосын барып бір жағын сәл түріп, клитордан сипадым. Бір қолыммен емшегін қысып, екіншісінің сосогымен тіліммен қытықтап жатырмын. Ана жері дымқылданған қыз маған үйкеліп, даусының ыңырси шыққанына дейін сездім. Теріс қаратып ағашқа сүйеп тұрғыздым. Қысқа етекті жоғары түрдім. Труси бір жағына қарай сырылды. Жайлап бойлап сұқтым. Қыз балқи ыңқылдай бастады. Екі емшектен қыса ұстап соққылай бастадым. Менің ырғағыммен бірге қыздан да тынысы да жиілей бастады. 10 минуттай сықылдаттым. Жалма-жан суырып алып сыртқа бітірдім. Қыздың сәл-пәл тершіген жүзінен ризашылықтың табын таныдым. Үлкен ағаш қаласындағы Торғынмен жақын таныстық. Үйдің екінші қабатындағы тар бөлмеде жалғасты, бірақ ол жағын кейін басқа оқиға. Екінші оқиға. Жоғарғы қарай көтерілгенім есімде жоқ. Бар білерім балтатаған еріндердің дәмі, алкоголь араласқан қыз құмарының иісі. Басым айналған соншалық, төменде дүрсілдеген музыкада әсер етпейді. Бар есіл дертім Торғынды тар төсекке аунату. Төсекке жетпей жатып, суланған труси шешілді. Көйлек те жартылай сыпырылған қалпы төмен сырғыды. Бірақ лифчикпен біраз алысуға тура келді. Қара киген екен, біраз қинады мені. Қыздың мойнынан аймалай жүріп, оны да шештім. Қыз бүкіл денемді жалап, төмен сырғығанда өзімнің де лыпасыз тұрғанын аңғардадым. Қыз баяу төмен сырғып, қолапандай мүшемді аялай бастады. Жұмыртқаларымды бірінші көргендей, алақанды ойнатты да қатайған мүшеге ауыз салды. Бір сорғаннан жұлын тұтаммен рахаттың не екенін сезгендей болдым. Шашымнан умаждай ұстап жабайы рахатқа батып, қанша тұрғанын білмеймін. Көзімді әрең ашып төмен қарасам, қыз қомпылдатып сорып жатыр екен. Енді сәл кешіксем, қыздың аузына бітіретін түрім бар. Торғынды қақалдырмай тұрғанда ұрғылайын деп жоғары тарттым. Төсекке құлай кеттік. Аузына берген аздай енді кемшектің арасына қоптырғым келді. Торғын шалқалай жатты. Ойымды бірден түсінген сияқты, үбілкен екемшектерін қыса ұстап ыңғайыма көне кетті. Мен қоптырып жатырмын. Аздан соң төмен сырғыдым.
Қыз бұтын кең ашып шалқалай жатты. Шайлап кіргізіп изеңдей бастадым. Тағы деген торғынның балғын даусы мені одан әрмен елтеді. Осылай біраз соққылаған соң екі аяғын иық қалдым. Күн түймесі кеңінен ашылды. Түбіне дейін тығып қатты ұрғыладым. Екі қолым емшектерден босамайды. Ұзақ айдадым. Бұл жолы да мүшеқаптың жоқтығы білінді. Жалмазан суырып алып, ақ бұрқаншақты қыздың үстіне жібердім. Бәрі болып бояу сіңгесін. Ең бірінші ойлаған ойым бұл қыз қанша жігіттікін сорды. Ал мен онымен сүйістім, құсқым келді. Бірақ амал не? Енді аузын дұрыстап жуып жүрген шығар деген соқыр үмітпен үйге қайттым. Үшінші оқиға. Аружанмен танысқаныма бүгін екінші күн. Қалай екінші күн? Күні кеше ғана көз алдымда ойнап жүрген көршінің маңқа қызы сияқты еді. Енді міне бой жетіпті. Мен басқа қаладан екінші жылдың ішінде құлым мүсін айқындала түсіп. Сәл бүйралау келген қолаң шашы керемет көрік беретіндей. Бұрын бала күнінде киіп жүретін шорт-үй топиктерін бұл күндері ашық түсті жеңіл көйлек ауыстырыпты. Бұлтиған бөксесінің бүлкілінен еркек мүшесімен етене таныс екенін аңғаруға болатын еді. Ебін тауып жүріп әйтеуір сөйлестім. Басында қалап жүрген қыз енді менімен жыртыңдасуға жарап қалғаны білінеді. Сол жыртыңдасудың жалғасы ертесінде менің көлігімнің ішінде жалғасады деп еш ойламаған едім. Жаздың желсіз түні дүкенге барып келейік деген сылтаумен Аружан менің машинама мініп алып еді. Колледждің бірінші курсын бітірген қызды оңаша алып кету мен ойлағаннан да оңай болып шықты. Ауа райының қандай әсерлі екені жайлы әңгіме енді кіндіктен төмен түсіп жанды жерге барып қадалды. Сыраны сызылта ішіп отырған 17 жасар қыз әңгімешіл екен. Мен әдейі қоздыра аяқтарын айқастырып отыр. Аппақ санға қолымды жүгіртіп бастадым. Жеңіл сүйісіп отырып санынан сипалай бердім. Жас қыз бар ыңғайды маған беріп, бар ырқыма көніп жатыр. Келесі кезек екі санның арасындағы бір сызық саусақ тығуға тура келді. Ернін мойынның омырауын сорып, көйлектің сыдырмасын ағытып екемшекті жалаңаштадым. Орташа келген кеседей төңкерілген жағын ғана қос анарды кезек сорумен болдым. Сасоктары қатайып, қыз ыңырси шашымды сипалай берді. Бір қолым қыздың ауымен әуре болып жатыр. Труси суланды. Менікі бас көтерді. Қызды көліктің артқы отырғышына жатқыздым. Айналдырған аз уақыттың ішінде ақ көйлек пен ақ труси шешілді. Қыздың еш қарсылықсыз берілгені мені ойландырып та жатпады. Қызды бір қырынан жатқызып артынан жақындадым. Оймақтай ғана көліктің артқы отырғышы ыңғайсыздау екен. Өзім сыртқа шығып тұрып істеуіме тура келді. Біріншісін тез бітірдім. Тар екен. Аздан соң Аружан үстіме мінді. Анандай кинодан бар көргенін істеп тырысып бағуды. Ыңқылдаған балғын даусы тым әсерлі еді. Осылай екі рет көлікті сіркілегеннен кейін үйге қайттық. Келесі жолы Аружанға жаңа позаларды үйретуге уәде бергем. Көреміз, ол қыз енді маған үйретіп жүрмесе. Төртінші оқиға. Бұл қызбен алғаш кездесуіміз мен үшін жақсы әсер қалдыра қоймады. Орал қаласының түнгі клубтарының біріне бас сұққан едім. Іссапармен келгеніме бүгін үшінші күн болды. Ертең күн жексенбі. Тыпыршып үйде жата алмадым. Бейтаныс қалада жалғыз өзімді еркін ұстауға тырысып, ең алғаш кездескен түнгі клубқа кіре салғанмын. Енді міне темекі шегетін арнайы орынға шығып, көк түтінді будақтатып тұрмын. Дәл жанымда телефонмен сөйлесіп бір бойжеткен тұрды. Мини юбка үстінде кигені жеңіл киімсымақ. Қыз үйден киініп шығарда шешінудің барынша жылдам болғанын жоспарлап шыққан болуы керек. Биік каблугынан еркетотай қыз екенін аңғару қиын емес. Қозғалысы мен дауыс ырғағы оның тым тәкаппар екенін аңғартып тұрды. Маған самарқау ғана көз тастады да жіңішке темекісін еріне қыстырды. Сөйтті де телефонмен сөйлескен қалпы маған жақындады. Темекі тұтат дегені. Сырт етіп шырпы жағылды. Бұрқ етіп темекі тұтанды. Қыз маған қарамаған күй теріс айналды. Келесі жолы атасының бас темекі тұтатамын. Ілтипат білдіріп басын бір изесе де болар еді. Ішімнен бұрқ етіп бір боқтадым да ішке ендім. Арада сүт пісірім уақыт өткеннен кейін қарық сатқан карма мини юбкамен қайта жолықтым. Көңіл күйі тым жақсы сияқты. Сәсі түсіп тілдесіп кеттік. Неге екенін білмеймін, ат есімде қалмапты. Бар білерім арада аз уақыт өткенде қыздар туалетінде аймаласып жатқанымыз. Үстіне ораған жеңіл шүберек оңай шешілді. Ақылыңнан айналайын, Ару лифчик кимеген екен. Емшегі аса үлкен емес. Екі сосок екі жаққа қарап сүйірлене біткен жұмсақ анар. Мұндай анар ләззатқа тез берілетін, жылдам балқитын қыздарға тән. Оның үстіне бұлар баяу ырғақты сексті ұнатады. Өзім қақпағын түсіріп унитаздың үстіне жайғасқанмын. Қыз аяғыма атша мініп
Қайта жазуға құлшыныс кірісіп жатты. Мойнынан аймалап анарларын аялай сипаудамын. Ақтамағым беріле иіскеп, омырауын сүйіп, емсегінің қоңырқай ұшын тіліммен жеңіл қытықтап өттім. Қыз беріле ыңырсып, саусақтармен шашымды салалай берді. Қосанарын жеңіл қысып, құлағының түбін өбіп өткен сайын сұлу маған үйкеле берді. Қашанда секс қыздар өздерінің дайын екенін даусының ырғағымен жеткізетін әдет емес пе? Мен қолымды юбканың астына жүгірткен сайын ыңырсуы жиілей берді. Қызды орнынан сәл көтердім де қатайға мүшемді суырып алдым. Мүше қап киіп жатқанда менің бір жағына қарай қисая біткен құралымның үлкендігіне риза болғандай бір жымиды да тілін еріндерін жалап өтті. Торлана тігілген жеңіл трусиді бір жағына асырып қызды отырғыздым. Баяу ырғақпен қозғалудамыз. Мен ілгері кейін қозғаған сайын қыз бөксесін менімен бір ырғақта қозғалта берді. Анарын кезек сорумен аузым босамады. Құмарлықтың құдіреті ғой. Мен бітірбергенше сұлу ыңқылдап саусағымен клиторын беріле үйкелеп екі рет бітірді. Келесісін қызды талтайта тұрғызып артынан ұрғыладым. Бар күшімді салып ыңқылдатып жатырмын. Туалетке кіріп шығып жүрген кей қыздардың жыртың күлкісімен құмарлары оянып, есікке жақындап тың-тыңдап жатқанына қарамадым. Бір қолыммен анарын қыса ұстап, бір қолыммен клиторды оқалап тұрып айдап жатырмын. Қысқа юбка жоғары түрілген қыз бөксесінің өте әдемі екенін аңдадым. Мен ұрғылаған сайын бүлк-бүлк етеді. Қыз тағы 3 рет бітіріп үлгерді. Ыңырси шыңғырды. Жалма-жан аузын баса қойдым. Ол болса саусақтарымен сорып өліп барады. Пергелеген сайын шылп-шылп еткен дыбыстан қыздың бірнеше мәрте бітіргенін сезіп тұрмын. Өзім бітірер кезде құмарлана жылдам ұрғыладым. Қайта айдағаным соншалық өлердей боянған қыздың опа-далабы бұрқылдап кеткен болар. Арқамнан тер шықты. Бәрін бітіріп кабинадан шыққан кезде 2-3 қыздың тесіле қарап тұрғанын байқап қалдым. Қыздар туалетінде өткен осы айқас сәтті аяқталды деп ойлаймын. Мен түннің сәтті өткеніне мәз болып шығып бара жатқанымда жаңағы қыздың бір бұйрабас жігітті туалетке қарай сүйреп бара жатқанын байқап қалдым. Жалпы адамның жаратылысы қызық қой. Туа бітті, бойымен бірге жаралған, нәпсінің құпиясын шешу, ләззатты алудың қызығына таю еш мүмкін емес әрине. Жалпы алғанда еркек кіндік біткеннің бәрі көзбен жақсы көреді деген сөз бар. Бұл талассыз ақиқат. Әрине, әсіресе менің өзім жартылай жалаңаш қыз көрсем қозып кетемін. Ал нақтырақ айтсам, жартылай ашық кеуде мен қара қапрон киген қыз көрсем есім кететіні бар. Бұл жолы да сол әлсіздігіме жол бердім. Көлігім бұзылып, қара жаяу жүрген кезім, жұмыстан соң асықпай аялдамаға жақындаймын. Содан кейін итерісіп автобусқа кіресің, кептеліп 1 сағат тұрасың, әзер дегенде үйге жетіп талағылайсың. Жаяу жүрудің азабы осы. Осыны ойлап аяғымды әрең басып, аялдамаға келдім. Қара құрым адам, баяғы әдетімше қыздарды көзбен шешіндіріп, көпшілікті бір шолып шықтым. Әне, анау жерде талдырмаш келген жіңішке қыз тұр. Шамасы жұмыстан шығып келе жатқан болу керек. Көзімді еріксіз сырғытып оң жағыма қарадым. Пақ шіркін, көзіме оттай басылған шашын төбесіне түйген мойыл көзді, қара торы қыз болды. Ақ кофта, қара юбка, орташа биіктіктегі туфли бұл қыз кеңседе қызмет ететінін көрсетіп тұр. Қалың ернін жеңіл қызыл түске бояған, кірпігін тушпен қайыра көтеріпті. Талайды көрген сұлусың-ау шамасы деп ойладым ішімнен. Қалай таныссам болар екен? Танысудың сәті бірден түсе қоймады. Итерісіп сығылысып жүріп, сол мінген автобусқа мініп кеттім. Нәпсі шіркін естетпейді. Қыздан алыстамауға тырысамын. Ебін тауып қыздың артынан тақала тұрдым. Онсыз да қыздың сұлу мүсініне есім кетіп тұрған мен қасқа тақала түскен сайын асауым басын көтеріп дегбірім қашты. Ине шашар орын жоқ. Қаншама артқа сырғып, белімді аулаққа кетуге тырысқаныммен еш мүмкіндік болмады. Қатайған таяқтан тиген құралды қыз бөксесімен анық сезінді. Суық тер бұрқ ете қалды. Қыз тартымдылығын арттыра түсетін жеңіл әтір иісі де елтіп әкетіп, бір жағы бөксесін қадала тақалған құралдан ұялып, екі түрлі күйдің арасында әуре болдым да қалдым. Аз уақыттан соң нәпсі өз дегеніне жетті. Қызға тақала түсемін, байқаймын кетер емес сияқты. Бос тұрған қолыммен байқамағансып, қыз бөксесін сипап өтемін. Қыз үндемеген сайын батылдана түстім. Бір сәт демімді ішіне тартып, анарын қағып өттім. Ол жалт етіп бетіме қарады. Ойнақы жанарынан құмарлықтың жылт еткен ұшқынын қапысыз аңғардым. Ерінен жеңіл күлкі үйірілгендей болды. Жайлап қолымды алға жылжытып, қыздың белін құшақтағансыдым. Ұятсыз қол төмен сырғып, кіндіктен төмен жерін алақанмен бір аялап өтіп, қара юбканың етегіне барып тірелді.
Ендігі сәтте саусақтарым жыбырлап еріксіз етекті көтермек болды. Қыз қолымды қағып тастады. Мен тынши қоймадым. Алға қарай ұмсына түсемін. Қыз да байқатпай маған үйкеле түседі. Бөксесін жоғары төмен қозғап мені мазақтаумен болды. Жол бойы ләм деп тіл қатыспадық. Танауын тескен торпақтай боп қыз түскен аялдамадан мен де түстім. Сүмеңдеп еріп келемін. Қыз артына бұрылатын емес. Подъезге жеттік. 5-ші қабатқа көтерілдік. Қыз есікті ашты. Мен де соңынан ендім. Қызық, ішке ене бере қыз маған алғаш болып тіл қатты. Есімімді сұрады. Ұятсыз екенімді айтты. Сөйтті де шапалақпен бір салып жабыса кетті. Аймаласу, сүйісу, ләззаттың әсерлі буы басыма шапты. Басым айналып жүріп, ақ кофтаны жұлмалап жатқаным есімде. Қара юбканы лып еткізіп шешіп үлгердік. Екеулеп жүріп капроннан да құтылдық. Лыпасыз қалғанша аймаластық. 40 жыл төсек көрмеген адамдай жұлмаластық. Қызды керегеге тақап, бір аяғын көтере бере сұққан кезде есімді толық жиғандай болдым. Оның ақ еткен даусы шықты. Ары қарай белімнің бар күшін жиып изеңдей түстім. Қыз менен ұзындау еді. Түбіне дейін тыға алмай әуреге түстім. Келер мезетте қыздың екі аяғын көтеріп істеуге тура келді. Аз көп істегенім есімде жоқ. Белімнен басталған тәтті сезім жұлын тұтамды бойлай жүріп басыма тірелді. Керемет сезіммен бірге ақ қайнар бұрқ етіп қыздың ішіне кетті. Жабысқан қояндай біраз тұрдық. Қатты терлеген екенбіз. Демімді басып бетіне қарадым. Маған бірден айтқандай болды. Түсінбедім, бәлкім естімедім. Бар білерім, енді сәтін салса, қарнымызды тойдырып қыз төсегінің сапасын сілкіп тексеру еді. Ол енді келесі оқиға. Аты Нұргүл екен. Манадан бері құмалақтың боғауымен жүріп, жүзіне дұрыстап зер салмаған екенмін. Есіктің кірер-кірместен болған айқас бізді кәдімгідей есеңгіретіп тастапты. Қазір міне ас үйде шай ішіп отырмыз. Алқызыл түстегі қызыл етекті жеңіл халатқа оранған Нұргүлге дұрыстап көз тастаймын. Бағанағы керегеге жабысан қылдасқан Нұргүлге еш ұқсамайды. Кең маңдай, ойнақы көз, шырын ерін. Көрген жігіт бұл қызды бірден ажарлы деп табар еді. Сұлу емес, ажарлы, көрікті емес шығар, бірақ көркем, жанары тым өткір екен. Өжетсің-ау дедім ішімнен. Ежелгі түмен басыларының қатындарын ұқсаттым. Бәлкім тік отырып, еркін сөйлейтін болғандықтан шығар, қайдан білейін. Тәптіштеп ешнәрсе сұрамады. Бар болғаны тасағымның ұзындығын айтып болмашы жымиды. Алқызыл халаттың омырауын бос тартылған, қосанарының түгелдей дерлік анық көрінді. Төңкеріле біткен алмұртқа ұқсаттым. Мұндай анар төсекте өзін еркін ұстайтын қыздарға тән. Ұштары қоңырқай үлкен, ләззат құмарлығын танытып тұрды. Аяқтары түп-түзу, сандары толық болмаса да тартымды. Аяғын айқастаура отырғаны мені қайтадан ойымды елтіп әкетті. Ішіп жеп өліп отырғанны байқап қалды да, аяғын наздана көтеріп, менің бұтымның арасына тықты. Қатты итермей, мүшемді табандарымен үйкелей бастады. Шалбарымды кере түсіп, құралым көтеріліп келе жатты. Келер сәтте шағын ғана бөлмедегі ағаш төсектен табылдық. Менің шалбарым оңай шешілді. Нұргүлдің үстіне құлай бере бірден ашылып қалған қосанарға ауыз салдым. Бірін уқалап, бірін сорып, қыздың ақ еткен даусын естігім келген. Қыз қолын ауым жүгіртті. Тынымсыз тартқылап, есі кетіп ыңырси түсті. Бүкіл денесін аймалап, жайлап төмен сырғыдым. Кіндігін қытықтай түсіп, одан әрі төмен сырғыттым. Қызды тоңқайта тұрғызып артынан итердім. Ұзақ, қаттырақ, шашынан тартқылап, ұрғылаған сайын делебем қоза түскендей болды. Қыз төсектің басына жабысқан күйі ыңқылдап ырқыма көне берді. Қыздың ышқына түсіп бітіріп қойғанына да қарамадым. Одан кейін қыз үстіме шыққан есімде, қос емшегі солқ-солқ өтіп үстімде жарты сағаттай секіргіледі. Таңға жуық үстіне бір мініп түстім. Нұргүл ұйқысырап қала берді. Жұмысқа ерте тұрып кеттім. Келесі жолғы кездесуіміз бұдан да жалынды өтетініне сенімді едім. 7-ші оқиға. Бәрі ғаламтордағы таныстықтан басталды. Жеңіл әзілден басталған флирт уақыт өте келе төсек тақырыбына ойысты. 15 жасар қыздың бұл тақырыпқа еркін көсіле сөйлеген мені таңғалдырды. Кездесу керек деп ойладым. Қыз әрине бірден келісе қоймады. Жеке парақшасына жарияланған фотоларының өзі құмар ойға жетелейді. Ал өзі бірден келісе кетпегені түсінікті. Бір аптаның ішінде қайта жазып шықтық. Талай позаны талқылап, талай әдісті тегістедік. Әйтеуір кездесетін болдық. Уәделескен жерге әдейі кешігіп жеттім. Көп күттірмей қыз да келді. Фотодан сәл өзгеше сияқты, орта бойлы толықша келген қыз екен. Қолаң шашын жарасымды етіп өріп алыпты. Үстіне жеңіл кофта, бұтында жабысқан қара түсті джинси, биік каблук киіп ересектеу көрінуге тырысатын білінеді. Бояну өнерін әлі де жетік меңгере қоймаған екен. Еріне жаққан тым ашық түсті талабы
оның сабырсыз мінезіне сай келіп тұрды. Әңгімені көлік ішінде бастадық. Түс кезі екенін ескеріп, тамақ ішуді ұсынып едім, бас тартты. Одан да бәрін жалдаған пәтерге жеткізуді ұйғардық. Алдын ала дайындық бойынша ішіп жейтін ұсақ-түйек заттар алынды. 2-3 шөлмек сыраны да ұмытқан жоқпын. Жол бойы әншейінде ғаламторда менімен еркін сөйлескен қыз аздап қысылып келді, бірақ ойнақы әзілі мен жеңіл мінезі ешқайда кетпеген. Пәтерге сызылып әрең кірді, майысып отырды, сызылтып сыра ішілді. Өзімді сәл еркін сезініп, қимылым ширақ бола түскендей. Қыздың дақшаң жүзінде қызыл жүгірді, ашыла күліп еркінси бастады. Жас қызды шошытып алмайын дегендей жеңіл қол жүгіртуден бастадым. Әрі сүйісу мен қимылынан әлде болса шике екенін аңғарылып тұрды. Креслода отырған күйі кофтаның түймелерін ағыттым. Толықша қыздың салмағының едәуір бөлігін оның емшектері құрайтын шығар деп ойладым. Аймаласа отырып лифчикте шешілді. Тым үлкен анарларының ұшы ақшыл қоңыр әрі осыншама үлкен анарларға үйлесімсіз тым кішкентай екен. Төсекте өзін еркін ұстайтын қыздың төсі. Екі ұшы екі жаққа тарап домалана бітіпті. Алғаш қол салғаннан ақ уысым толды. Жұп-жұмсақ екен. Қолымның әр қимылынан балқи түсіп, білегімді сипалай берді. Алғашқы жанасу сол креслоның үстінде өтті. Қыды кең талтая, бұтын кең аша тықтым. Тар екен. Әр қозғалған сайын толассыз ыңқылдаумен болды. Жас қыздың балғын иісіне балқыдым ба, әлде күн түймесінің тарлығына ма, біріншісін тез бітірдім. Қыз терең демалып ұзақ жатты. Керемет болғанды айтып өтті. Бізде бар жоқ 2 сағат қана болды. Жас қыз үйіне тез қайту керек. Сол себепті де қызды ішімен жатқызып, аңқылдата итерген уақыт тез өтіп кетті. Кетер кезде мен 3-ші жігіт екенін де айтуды ұмытпады. Ал мен болсам, қай ондықтың 3-ші екенмін деп ішімнен ойлап, басымды шайқап қала бердім. 8-ші оқиға. Түн. Оның ыстық демі тұла бойымды балқытып жатты. Қалыңда толқынды шашы денемді желпейді сипап өтті. Ерні тиген жері алаулай қызарып, жылын тұтама тәтті сезім билеп жатыр. Астымды балқыған сұлудың жеңіл ырғаққа елі де ыңырсығаны оның әр тамыр соғысымен астасып жатты. Ішімді жандыра күйдіре шыққан тәтті сезім бұтымның арасынан ақбұрқаншақ болып атылады. Оның құмарлықтан өз бойын билей алмай, құмарлық пен рахат сезімдер араласа шыққан даусын ести бере үстінен тала құладым. Алқына демалып жатқан ол бетіме қарады. Баяғы мені тәнті еткен әнтек жымиыс, ағмаржан тістерін түгелдей көрсете жымиып, шашын сипады. Әр демалған сайын орташа нары баяу қозғалады. Темекі тұтанды. Қолқаны қаптыратын көгала түтін теледидардың жарығымен анық көрінді. Мен Семейге кеттім деп айтқам деді. Мен үндемедім. Орнынан көтеріліп қасыма жанаса отырды. Наздана майысып иығымнан жеңіл өбіп өтті. Неге үндемейсің, әлде мен қызғанасың ба? Зорлана жымидым. Қызғанбаймын, жаным ашиды деген соңғыла ой көкейімді бір тіліп өтті. Сыртқа шығарып айтпадым. Той жасаудың әуресі көп екен. Кейде уақыт болмай кетеді. Иә, қиын деп тап бір күнде той жасап жүрген адам ұқсап. Майыса көтеріліп, дәл алдым келді. Шашымды саусақтарымен салалай сипап, жүр деген ишара білдірді. Қолмен жетектеп душқа алып келді. Сызылып төбеден аққан су денемді соншама жайлылық сыйлағандай болды. Бағанағыға қарағанда денем салқындап қалған сияқты. Оның денемді, мойнымды аймалай сүйгені дәл төсектегідей әсер қалдыра алмады. Тек оның жұмсақ алақаны жұмыртқаларыма тигенде селт еткендей болдым. Анарын қолдарыммен қатты қысып, тіліммен мойнын қытықтап, осылай істегенді жақсы көретін еді. Келер сәтте белінен орай құшақтап бір қолымен күн түймесін бір сипап өттім. Мүшемді бір аяғын көтере талтая тұрып өзі кіргізді. Сылт едіп кірді. Солқ еткізе соғып, шылп-шылп айдай бастадым. Оттай күйдірген ыстық дем менің ырғағыммен бірге күшейе түсті. Қалай ойлайсың, бұл біздің соңғы кездесуіміз бе? Қыздың сұрағына қапелімде жауап таба алмадым. Мүмкін, ал менің тағы да кездескім келеді, деді наздана. Ал сен ше, кездескің келе ме? Жоқ, сен жақында тұрмысқа шығасың, дедім тістене. Ол үндемей қалды. Сосын маған тіктеп қарады. Тұман жанарынан еш нәрсе оқи алмадым. Сен оны танымайсың ғой, деді. Сәлден кейін ол бейшараны не үшін тануым керек деген ой келді. Киініп жатып сөзін жалғады. Ол сен сияқты оңбаған емес. Ал сеннен мен осы уақытқа дейін ұсыныс күткен едім. Мен үндеген жоқпын. Ол киініп бітті. Сөмкесін қолына алды. Кетуге ыңғай танытты. Маған еш нәрсе айтпайсың ба, деді. Бетіне тіктеп қарадым. Бойымды буып бара жатқан ашуды әрең тоқтаттым. Жайсыз бір сезім өне бойымды баурап алды. Өзімді жер бетіндегі ең оңбаған адам сезіндім. Кенет өзім танымайтын, алдымда тұрған мына бойжеткеннің болашақ күйеуіне жаным ашыды.
Не деген сорлы, мүмкін ақымақ. Қыз бейшара күйімді жазбай таныды. Қош бол деді келер сәтте. Мен тағы үнсіз қалдым. Өзіне сенім білдірген жігітті алдап, менімен төсектес болып жүрген сорлы қызды жек көріп кеттім сол сәтте. Қыз есікті тарс жауып жөніне кетті. Ал менің басымнан ол жігіттің жанында түкке тұрғызсың деген ой кетпей қойды. 9-шы оқиға. Теңіз ауасы керемет қой шіркін. Көкірегімді толтыра дем алдым. Жалғыз өзім отырсам да ішім піса қоймайтын тәрізді. Әр нәрсені ойлап ұзақ отырдым. Ақтау қаласына келгеніме көп болды. Бірақ жағалауға келіп, жағалай тізілген отырғыштың біріне жайғасып, толқындарды тамашалау мені жалықтырып көрген емес. Ойымды қыздардың сыңғыр күлкісі бұзды. Жанымдағы көрші отырғышқа мойнымды бұрдым. 3 қыз келіп енді жайғасып жатыр екен. Өздері тым көңілді. Ашыла күліп жарқырай жүргендеріне қарағанда ұялшақ қыздардың қатарынан емес, көз қырымды сала жете зерттей бастадым. Қызды көзбен шешіндіру еркек біткеннің әдеті емес пе? Сол әдетіме салып, қыздың сыртқы пішіні мен төсек қатынасындағы құмарлығының байланысын іздей бастадым. Көзіме оттай басылған, ортада отырған талдырмаш қыз болды. Шашын келте қып қиып, ақсары түске бояпты. Үстінде жеңіл футболка мен джинсы, шамасы 18-20 жастың арасындағы бойжеткен, бірақ әспеттеп боянғанына қарағанда тым ересек көрінуге ұмтылатыны көрініп тұр. Көзі ойнақшып тұрды. Жалт етіп қараған жанарынан төсек құмарлықты жазбай таныдым. Қалай да жақындау керек. Әр нәрсені сылтау қылып танысудың жолын қарадым. Бұл жолы да тіл байлығым көмегім берді. Тілмен жұмыс жасау деген сөздің төркінінен түсіндім. Аз уақыттың ішінде таныстығымыз жеңіл әзілге ұласып, тез араласып кеттік. Маған ұнаған қыздың есімі Әсел екен. Әселді құрбыларына бөліп әкету қиын болды, бірақ сәтін салып, құрбыларының шұғыл жұмыстары шығып қалып жөндеріне кетті. Қол ұстасып пәтергіме келдік. Бос әңгіме, 2 бокал вино. Қыз шаршағанын айтты. Үйіне қайту керек. Мен массаж істеп беруді ұсындым. Дивандағы жеңіл массаж. Футболка шешілді. Денесі тым жұмсақ екен. Өзімнің қоза бастағанымдан қардым. Ұятсыз саусақтарым мойнын уқалап бастап, жайлап сырғып, қара төс тартқыштың ішіне кірді. Анарлары уысымды толтырды. Қолдарымның әр қимылынан анарының ұштары қатая бастаған еді. Массажды үзбей жайлап төс тартқышын сыпырдым. Әсел ашыла түсті. Енді кезек джинсидің түймелеріне келді. Сырт етіп түйме ағытылды. Қара іш киімнің шеті көрінді. Әсел қолдарымен бұтымды сипап тауып, аузымды сипалай бастады. Шалбарым шешілді. Қатайған құралым сыртқа шықты. Ернін тістеген күйі қоптыра бастады. Осы кезде менің бір қолым қара іш киімнің ішіне кіріп үлгерген еді. Кенет қыз шалыс қимылдап маған бұрылды. Басын еңкейте бере құралыма ауыз салды. Тілдерімен ұшын бір қытықтап өтті де асықпай сора бастады. Бітіп қоюға шақ қалдым. Өзімді әрең ұстап, қыздың ана жерімен ойнауды тоқтатпадым. Қолыма құса ұстаған мүше қапты аузына кигіздім. Сөйтті де үстіме мініп, лып еткізіп кіргізді. Бөксесін ырғай қозғалды. Мен болсам қос емшекті қыса ұстаған күйі тез бітіп қоймас үшін тістендім де қалдым. Келер сәтте қызды оң жағыма аудара бере тоңқайта тұрғыздым. Қызды әкке екен. Артын ыңғайлап жоғары көтере тізерледі де басын жастыққа қойды. Ыңырана тығып ұрғылап жатырмын. Қыз ыңырси түсіп бір қолмен сызығының үстін уқалай бастады. Әр ұрғылаған сайын даусы күшейе түсті. Енді өзімді ұстау еш мүмкін емес. Түбіне дейін тақай тығып тырыса бітірдім. Бір сәтке бойымды тәтті сезім билеп өтті. Қыз терең демалып, басын көтермей біраз жатты. Менікі қайта бас көтерді. Әселді ауната жатқызып үстіне қондым. Асыға мүше қап кидім. 2 аяғын қолдарыма іле бере талтайта ашып қатты ұрғыладым. Қыздың ақ етіп даусы шықты. Алдыға ұмсына берімді шеңбер жасай бұрап ұрғылап жатырмын. Әсел бір қолымен емшектерін қысып ыңқылдай түсті. Қыз бөксесін қозғалта бере бір рет бітіріп үлгерді. Мен ұрғылауымды үдете түстім. 2 аяғымды иығыма ілгенде қыз бөксеме жабысып, өзіне тартқылай бір осып өтті. Арқамнан ашып кеткені мені қоздыра түскендей болды. Аяғым бір жаққа асыра қапталдай жатқызып айдай бастадым. Қыз құмарлықтан бойым билей алмай шыңғыра бастады. Мен де итеңде безеп емірене бітірдім. Душқа асығыс түсіп шыққан Әсел үйге асықты. Күн батпай жетіп алмаса айқай болатынын айтты. Ал мен келесі кездесуді асыға күтетін болдым.